Ассаламуалейкум қазақ елі. Жалпы бүгінгі қаралымызда, видеомызда жалпы қыстың күні немен айналыссам болады, қандай кәсіптің түрі бар, немесе терезесін өзі қалай жөндеуге болады деген адамдарға арналады. Жалпы бұл видеода біз соңына дейін қарайтын болсаңыз, терезені емін-еркін өзіңіз қалай резинасын ауыстыру, регулировкасын жасау, жалпы полностью утеплять ету жайлы түсіндіретін боламыз. От видео, соны соңына дейін қараңыздар, достар. Біздің каналымызға жазылып алыңыздар, қазақша контент қолдайық. Жалпы осы видеода толыққанды қалай ремонт жасау керек екенін бәрін түсіндіретін боламын. Бізбен бірге болыңыздар. Жалпы қазір ең біріншіден диагностика жасаймыз. Жалпы тереземізде не проблема болып жатыр қазір таңда. Мысалы, бірінші мына жерде терезеде көріп тұрғанымен мына штапиктерде резина жоқ. Біріншіден мына жерден жел кіріп жатыр. Одан кейін подоконниктің астынан жел кіреді. Бұл жерде по-любому щель бар. Ештеңемен жауылмаған, қазір бастан көрінеді. Откостан бар, откос дұрыс істелмеген, мына жерде щель бар, получается. Одан кейін створкадан да жел кіріп жатыр, бұл жерде проблема. Мысалы, өте қалың резина қойылған, еще мынандай жұмсақ емес қалың резина. Соны қазір резинасын ауыстыратын боламыз. Регулировкаларын дұрыстаймыз. Мысалы, мына жерде қазір асты тиіп жатыр. Стекло, створка түсіп кеткен, содан кейін астың ответный планкаға тиіп жатыр, қажап жатыр. Бұл бұлай болмау керек негізі. Ол үшін растахошка дейді, стекол пакет шешіп, қайтадан көтеріп, дұрыстап істеу керек. Сол кезде проблема шешіледі. Жалпы, бисмилля, бастайық жұмысымызды. Ең біріншіден қазір полный стеклопакеттерді алып, соны көрсететін боламын, қалай алу керек жалпы. Мысалы, стекло тұр, стеклоны қалай шешеміз деген сұрақтар бар. Оны қалай істеу керек? Сізге специально өзі пластик терезеге арналған өзінің осындай балғаулар болады, специальный резина, соны қолданасыз. И пышақ болу керек, стеклоны шешу үшін бірінші. Ең біріншіден створканың стеклосын шешіп көрсетейін, жалпы достар. Жалпы мына жақтан бастайын. Осы штапик дейді, мысалы рама, створка и штапик. Сол штапиктің өзінің линиясы бар. Осы жерге жақсылап тұрып, бірінші кіргізіп аламыз пышақты. Одан кейін наоборот, мына жерден ұруымыз керек шығару үшін. Мына жерден емес, бүйтіп емес, чтобы мынаны шамал бит басып тұрып ұрамыз. Бір штапиктер болады, қатты өтті. Шығарып аламыз. Примерно бір линия шығарып алдық қой, жаймен деп араға үстіне кете береміз. Астыңғысын алдым полностью. Вот резинасы мынандай халде болып тұр жалпы. Бұл да скоро кетеді. Үріп шіріп жатыр. Бұның бәрін ауыстыратын боламыз. Қазір қалай ауыстыру екенін бәрін көрсететін боламын. Бәрін шешіп алдық. Енді бізге специально лопата керек болады. Бұл жерде тахоздармен қысылып тұр, полностью қазір осы стеклоны шешіп алатын боламыз. Стеклоны шешу барысында ручканы ашып қою керек, чтобы емін-еркін дейді. Жанындағы бірінші, үстіндегі емес, жанындағы тахоздарды бірінші алып тастаймыз. Одан кейін үстіндегісін алып тастайсыздар. Мыналарды алмасаңыздар шықпайды. Лопатаны көтеріп тұрып шамалы алып тастаймыз. Одан кейін аккуратно стеклоны шығарып аламыз, осылай. Ручкамызды басамыз. Аккуратно бір жерге сынбайтын, бір жерге қойыңыздар, чтобы кедергісін бермейтіндей. Енді мына створканы шешіп алуымыз керек. Ол үшін мына накладкаларды аккуратно сындырмай шығарып аласыздар бойынан. Маған бұны шығару үшін стамесканы алайын. Вот мына пальц дейді, көбінше. Сложный замоктың осы меткісін алып, үстінен шамалы бір-екі рет бассаңыздар, өзі шығу керек, осылай шығады. Соған стамесканы қойып, жаймен деп арастар шығып кетеді өзі. Осымен шешіп аласыздар. Бұл шешілді жүр, шамалы ашып тұрып тартасыз. Бұл жоғары аккуратно көтеріп, створкамызды қойып аламыз бұл жерге, дайындап.
Сосын айта кететін жайт, достар, жалпы москитканың екі түрі болады. Внутренний, наружный. Жалпы екеуінің минусы бар. Түсіндіре кетейін, қандай минусы бар. Внутренний москиттің сеткінің ол резинаны отырғызып тастайды көп жағдайда. Мысалы, резинаның халін қараңыз, жалпы резина отырып қалған. Еще жыртып жіберген. Мына жақтың бәрін отырғызып жібереді. Ал бұның плюсы ыңғайлы. Мысалы, 5-ші этажда тұрасыз ба, 10-ші этажда тұрасыз ба, тек іштен салына салады, бетте тұра береді. Наружныйның минусы ол сырттан қатырылады. Оның креплениялары бір жылға жетпей сынып жатады. Мысалы, күнге күйреп кетеді, или сынып кетеді. Мысалы, көп қабатты үйлерде наружный креплениясы сынып қалған болса, сіз оны самостоятельно ауыстыруыңыз өте қиын болады. Не себепті? Енді этаж үлкен, бірінші этаж болса жарайды, сырттан шығып сыйсалуға болады. Негізі екеуінің де там минустары бар и плюстері де бар. Мысалы, наружныйдың мысалы резинаға зияны болмайды. Одан кейін қыстың күні жалпы москиттің сетканы қолдануға болмайды. Негізі не себепті? Қыстың күні мысалы внутренний болатын болса, бұл резинаны жауып тұр. Мынаған створка барады, бұның арасынан жел кетіп қалады полигон. Сол себепті. Одан кейін мынау сетка дейді, сеткасына мұздар қатып қалады. Сеткаңыз көп қызмет етпейді сізге, сол себепті қыстың күні алып тастап, жаздың күні қолданған дұрыс қой жалпы. Бұны қазір алып тастай салайын. Бізде енді решетка бар сыртында, пока что жүріп дей салмаймыз. Енді бізге керегі глухой жақтарында шешеміз полностью. Қазір біз полный шешіп, утепление дейді ғой, мысалы сыртындағы отлифті алып, сыртына пена шашып, полностью жасайтын болам. Одан кейін мына штапиктердің бәрін резинасын ауыстырамыз, створканың резинасын ауыстырамыз. Одан кейін барып регулировка жасаймыз. Мына жердің бәрін өзінің жидкий пласт дейді. Соның бәрін силикон жағып, сөйтіп утеплять ететін боламыз. Жалпы процессті қараңыздар, қалай жасау керек екенін. Мына жерде дәл солай шешіп аламыз, аккуратно кіргіземіз. Енді достар, жалпы отлив шешеміз. Бұған шұрпай өріміз керек. Жалпы сырттағы отливті шұрттары тұр жалпы. Получается, пеналар шамалы ескірген. Бұның бәрін шақпен кесіп шығамыз. Пена шамалы дұрыс құйылмаған, дек жерлерінде зазар өте көп. Получается, мен достар, жалпы пенасын, ескі пенасын алдық. Бір-екі жерінде зазорлар бар, байқасаңыздар дұрыс пена құйылмаған. Қазір сыртқы откостарында примерно жандарында да бар, дұрыс құйылмаған. Қазір пенасын жаңалайтын боламыз. Біз өзіміз реалист деген пена қолданамыз, жалпы 80 литрлік украинский. Украинадан шығады дейді, білмеймін енді. Реалист өте жақсы ұнайды бізге. Өзіміздің монтажымызға бәрін осын қолданамыз. Пена шашпастан бұрын жалпы жақсылап тұрып шайқап алу керек. И сосын монтаж жеттер бар болатын болса, арамызда жалпы пенаны негізі жылы жерде сақтап, монтажға жылы жерден алып бармасаңыз, суық жерден алып барып қолданатын болсаңыз, пенаңыз стенаға дұрыс жабыспайды, шеллер пайда болады. Сол себепті пена жылы жерде тұру керек, хранение дейді, жалпы сақталуы керек. Сырт жақтағы откостың шамалы шелдеріне специальный акриловый герметик қолданамыз. Жалпы достар, енді сыртқа откостар жалпы трещина берген. О трещина бергеннен кейін сырттан прям көрініп тұр, пена, там сол жерден жел кіруі мүмкін. Сол себепті специально акриловый герметик қолдандық. Сыртқа қазір полностью сыртына жағып шықтым.
енді специальный шпательмен просто тегістеп шығамыз. И все, бітті. Сонымен. Жалпы достар, міне полный сырт жағының пенасын құйып, жидкий пластпен специально жағып шықтық. Именно жарылған откустардың бәрін. Енді кезекті жұмысымыз жалпы резинасын ауыстыру. Бұның резинасын шығару өте оңай. Жалпы егер күйреп қатып қалған резина болса шамалы уақыт алады. Бөлек-бөлек шығып, мысалы, мынандай резина болса, оны алу өте оңай. Мындай стамескамен или пышақпен аккуратно мына жерінен бір-екі рет бүйтіп басып тұрып шығарып аласыз. Кішкентай жерін шығарып алсаңыз болды. Қатты қиын ештеңесі жоқ. И аккуратно тартып шығарып тастайсыздар полностью. Мысалы, қазір резинасын алып тастайтын боламын полностью. И жаңадан резина қоямыз қазір. Бұл резина негізі 0,8, просто мына жерде канал ұнамайды маған еще. Қатты қыс. И мына резина маған өзіме қатты ұнамайды негізі. И шамалы қаттылау. Енді қазір біз шамалы жұмсақтау резина қоямыз. Мысалы, біздің резина міне. Жаңа резинамыз. Получается, мынау каналға түседі. Бірінші, ең бірінші үстінен бастаған дұрыс. Мына жерде емес, чтобы қосылған жер үстінде қалып кету керек та, полностью. Қазір мынаның басын қисық болса ровно қырқып аламыз. Мысалы, ровно қырқып алып. Енді, мысалы, резинаның оң терісі болады, мысалы. Мысалы, қараңыз. Мына канал астына түсу керек, мына үстіне шығу керек. Осылай болса, ол дұрыс. А егер сіз наоборотынан былайынан салсаңыз, көрдіңіз бе, мына жерде құлағы шықпай қалады. Мына жерде шықпай жатыр, көрдіңіз бе? Бұл дұрыс емес. Жалпы бұл теріс. Сол себепті қойған кезде внимательно болыңыз, чтобы вот мынау оң, көрдіңіз бе? Чтобы бір линияның бойында. Жалпы универсальный резина, бұлар мысалы бір каналына салып алдыңыз өзі, ол емін-еркін ары қарай кете береді мысалы. Аккуратно қолмен басып отырасыздар. Осылайынан получается. Қазір біреуін полный жасап көрсетем. И мысалы одан кейін мына пауэрлыққа келген кезде мен көбінше өзім астын кіргізіп аламын. Чтобы ары қарай төмен мысалы и үстін жаймен деп бастаймын былайын. Бұрыш кіргізген кезде көбісі қиналады. Сол себепті мына жақпен келдім. И мына бұрыш бар ғой, именно осы бұрыш. Мен до конца тақаймын, и одан кейін барып астын кіргізіп аламын. 2-3 рет. И одан кейін жаймен деп подгонять етіп жақындатамын. Бүйтіп. И мына жерде кірмей жатқан болады. Сол кезде мына жерден аккуратно пышақпен бір-екі рет бас жерсеңіздер кіріп кетеді. Мынау былайынан тартылып тұрмау керек. Наоборот, чтобы резинаны катать еткенде жоғары қарай жіберіп тұруымыз керек, чтобы мына угол овальный болып келу керек қой. Жалпы. Түсінікті ғой да, жалпы. Енді астына қарай, мысалы мына жерден ұстап тұрып, осы каналмен аккуратно төмен қарай түсірсеңіздер, прям каналына кіріп кете береді өзі. Қатты қиын емес. Бір резинаны ауыстырып, примерно ары кетсе бір 2-3 минут уақыт алады. Теріс айналдырамыз. Мына жағында аккуратно кіргізіп аламыз. Уголға келген кезде мен қайыстырамын да. Астынан, үстінен бір-екі рет басамын дұрыстап. И мына бұрышқа шамалы жіберем. Мына жақ қарайда тоже қазір қолмен алсам кете береді. Мысалы, бұрыштардың бәрін осылай кіргізіп аласыздар. Негізі бірінші жасаған кезде кірмеуі мүмкін, но ары қарай қол үйренгеннен кейін чтобы біліп алатын болсаңыздар, емін-еркін оңай болып кетеді. Мына жерінде де тоже қазір жоғарыға жібереміз қаттырақ. И мысалы мынаны тартатын кезде, получается, мына жерден шамалы ұстап тұруыңыз керек көзбен, болмаса ана жақ тартылып кетеді. Тартып тұрып, былай қарай жібереміз. Мына бұрышына тоже қазір кіргізіп аламыз. Мына осы жерге келген кезде келте қырқып қоймау керек. Мысалы, мынаны шамалы запаспен қырқа беріңіздер. Ровно ғой. Мысалы, оны шамалы итеріп, былай кіріп жібересіздер болды. И все. Жалпы створкамыздың резинасын осылай ауыстырамыз, достар. Бүкіл жерде қазір ішкі және сыртқы резина ауысты. Қазір мен створкадан ауыстырдым, енді рамадан ауыстырамыз. Енді мына жерде бәрі күйреп кеткен, сол себепті мына штапик болсын, глухой жақ болсын, негізі практика жүзінде глухой жақтан жел ұрмау керек. Егер резинасы бар болса, егер резинасы жоқ болып мынандай күйреп кетсе, ол жақтан жел ұрады. Ол кезде полный ауыстыру керек, осылай утеплять ету керек, жалпы. Осындай случай болатын болса. Негізі резинасы нормальный болып тұрса, ол кезде мына глухой жаққа тиісудің қажеті жоқ, жалпы, достар.
Достар, мына штапиктің резинасын қалай ауыстырамыз деп мен сұрақтарда болады жалпы. Оның обычный резина, мысалы мына сторкада қандай резина бар, осыған да осындай резина кетеді. Бұда да сондай рельс каналдар болады. Бұған да сол оң терісін дұрыстап қойып, мысалы запаспен былай қарай шығарып тұрып шамалы запаспен қоя беріңіздер, мысалы, и аккуратно былайынан бір тартсаңыздар, полный каналға кіріп кетеді. И бұны да специально өзінің запаспен қырқыңыздар, чтобы қазір уравнять етіп, мысалы градусын дұрыстаймыз. Осылай тұрған кезде аккуратно, енді мынау 45 градуста тұр ғой, енді штайп қырқылдаған кезде. И осын 45 градуспен аккуратно кесіп тастаймыз, керек емесін алып тастаймыз. Мына жерде де тоже 45 градуспен аккуратно алып тастаймыз. Жалпы осы, міне, новый тереземіздің штапигі осындай болады. Резинасы осылай ауысады. Қазір қойған кезде көрсететін боламын жалпы. Осы. Жалпы достар, сосын резинаны алғаннан кейін бір-екі сторкаларды байқасаңыздар мынандай болады. Мысалы бір негізі профильдар с резина келетін болса, ол қырқылады, пайкіленеді. Сол кезде мынандай орын жоқ та, мысалы мынаны тазалап алуымыз керек. Оны қалай тазалаймыз? Мынандай жоқтары примерно пышақпен бірінші кесіп аламыз. Енді мына аралықта специально өзінің сверлосы бар, үштікпен просто мысалы мынаны тазалап аламыз. Мысалы өзімізге жол қылып аламыз. Мысалы канал келу керек қой, бүйтіп ашық болу керек. Мына жер қазір тым кішкентай, ол жерге резина сыймайды, осылай тазалап аламыз осы жолда. Осылай бір тегіс тазалап аламыз. Тазалаған кезде мына жаққа тесіп шығып кету керек қажеті жоқ, чтобы аккуратно тесіп осылай тазалап канал жасап аласыздар получается. Қазір бізде үстінде де дәл сондай. Оны да тазалап бірінші пышақпен кесіп, мешать ететін нәрсенің бәрін кесіп тастайсыз. Мына резинасын бәрін орнатып біттік. Қазір енді стеклосын орнына қоятын боламыз. Жалпы стеклоны қалай қою керек екен, қалай қағу керек екенін түсіндіретін боламын. Жалпы негізі екі шетіне специально осындай тахоз болады, специально пластик стеклопакетке арналған, сондай қою керек. Қазір таңда мысалы екі жеріне қойдық. Осылайынан, чтобы бұл не үшін? Мына жерде скобалар бар, чтобы скобаларға тимес үшін. Осыған тиіп кетсе, стекло сынып кетеді негізі. Ең нәзік нәрсе стекло жалпы терезеде. Ал бисмилля, кеттік. Мынаны қазір аккуратно қоятын болам. И маңызды, сосын как попало қоя салудың қажеті жоқ. Мына жерде мысалы мына жақта резина көп болып тұр, мына жақта аз болып тұр. Соның бәрін уравнять етеміз, дұрыстап. Получается, ровно чтобы зазор болу керек. Штапик қағу шамалы аккуратно боласыздар. Штапикті шешкеннен кейін дұрыс қоймай, болмаса скобаға тиетіндей болса, жалпы стекло сынып кетеді. Мына жерден именно өзінің каналы бар. Мысалы, мына жерден емес, именно мына жер өзі үшбұрыш болып көрініп тұр. Сол жерден арасыздар. Бір бас кіргізіп алсаңыздар. Қазір кіру қиын болады, не себепті резинасы әлі новый, да? Содан кейін шамалы кіру қиын. Жақтың зазорын көріп аламыз. Егер стеклопакет қағып кеткен кезде шамалы зазор азайып кетсе, сол лопата бар специально, сонымен шамалы бір-екі рет тартып жібересіздер. Все, дұрыс болады. И астының да мысалы қазір штабин ағамыз полностью.
көріп тұрғандарыңыздай стеклопакетті қақтық. Кіру оңай болмады. Не себепті резиналардың бәрі новый, сол себепті пружин қысып алу өте болды, қиын болды. Сол себепті достар, егер өздеріңізге уверен болсаңыздар, сындырып алмауға сол кезде жасаңыздар. Егер қолдарыңыздан келмейтін болса, негізі специалист шақырған дұрыс. Мысалы, специалистерде осындай енді, мысалы, көп жағдайда сындырып алу қаупі бар. Бұл жерде не себепті стеклоны дұрыс алмасаң, тахозды дұрыс қоймасаң, штапикті дұрыс ұрмасаң, стекло трещина беруі мүмкін. Жалпы стеклоны полный ауыстыру ол да қымбатты дүние. Егер өзіңізге сенімді болатын болсаңыз, менің видеомды қарап ауыстыруыңызға болады. Егер өзіңізге сенімсіз болсаңыз, жалпы мамандарына берсеңіздер, жалпы хабарлассаңыздар, істеп беретін болады. Келесі стеклоны қағатын боламыз қазір. Жалпы достар, міне резинамыздың бәрін ауыстырып біттік. Қазір енді створканың да резинасын ауыстырдық. Мына жерге специальный вентиляционный клапан қойдық. Жалпы мысалы конденсат, үй ауа айналымын дұрыстау үшін. Жалпы бұның видеосын сіздер жалпы TikTok-тан или Instagram-нан көре аласыздар. Сол жерге специально түсірдік, қалай қою керек екенін, именно вентиляционный клапанда. Қазір створканы, мысалы створканы салу үшін жалпы түсіндірмек мұға. Давайте. Мысалы, ең алдымен астын сап аласыздар, осылай сложный замоктың. Одан кейін үстін, мысалы сложный замокты ашып аласыздар да, и мына өзін мынаусын қоясыздар. И сосын байқасаңыздар, бір сложный замоктарда доп-домалақ болады. Біреуінде мына бір қыры бар. Осы қырын именно мына жерде қарайсыздар, қай жерінде қыры, мына жағында екен. Дәл осылай салмайтын болсаңыздар, ол кірмейді. Мысалы, қазір мынау емін-еркін кіріп тұр. Егер бұлай салатын болсам, кірмейді ол. Ұрсаң да істеңсең де. Жалпы осындай қырын тауып аласыздар, аккуратно қолмен салынып кетеді, болмаса балғамен ұрып саласыздар. Қазір бұл растахошка деген нәрсе бар, жалпы стеклоны қойған кезде растаха етеді. Мысалы, мына оң ашылатын болса, мына екі бұрышына тахоз қойылу керек, чтобы стеклоны уравнять етіп ұстап тұру үшін жалпы. Қазір соң қоятын боламыз. Негізі створкаға арналған регулировочный тахоз деген нәрсе болады. Мен өзім осындайды қолданамын постоянно монтаж кезінде. Біреулер простой тахоз қояды, маған просто осы ыңғайлы. Осы бұрышына қоямыз. Енді оңға ашылатын болса, осылай, солға қарай ашылатын болса, екі бұрыш осы бұрышқа кетеді. Түсінікті жалпы. Оң болса екі бұрышына, сол болса мына екі бұрышына. Қазір стеклоны қоям. И қалай жалпы регулировка, растахошка қалай дұрыс жасаған, соны түсіндіретін боламын қазір. Мен осыны по факту көрсетейін сіздерге, қалай қойылу керек екен. Қазір стекломызды салып аламыз. Ашамыз. Все. Екінші тахозды қоямыз тоже примерно. Енді мысалы зазор көп болса, бір келік салуға болады. Енді мына жерде зазор аз. Сол себепті мен қазір специально бөліп салып жатырмын. Регулировочныйды. Енді мына шетіне саламыз. Қоямыз. Ашылуын тексереміз, ашылып жабылуын. Принципі мощный, жаңа астында біз келген кезде тиіп атқан болатын. Қазір тимей тұр жалпы. Сонда да бір-екі рет қысып қоямыз. Мысалы, мына просто так бос тұр ғой. Өзім мынандай ножница болады, терезеге арналған. Бір-екі рет қысып қоямыз былайдан, чтобы жақсы қысылып тұратындай қылып. Үстінен де қазір жіберейін, бір-екі рет. Қатты жіберудің қажеті жоқ. Енді жалпы мынада артқы зацептер ілмей қалуы мүмкін. Ол үшін тахоз салған кезде артына да алдына да бір рет салып жіберген дұрыс. Егер сыйып жатса, доступ бар болса, соны жасайтын боламын қазір. Бұл не функциясы бар дейтін болсаңыздар, мына артқы зацеп, мысалы пластик күннің сәулесіне тез балқиды ғой. Сол себепті мына арты ісіп кеткен болуы мүмкін, деформация берген болуы мүмкін, диагонал кетіп қалған створкалар болатын болса, чтобы осын қоятын болсаңыз, бұл шамалы былай қарай жылжиды, артқы зацеп ілетін кезде. Бір кезде артқы зацептер ілмей қалады, содан кейін жел жіберіп атады көп жағдайда. Қазір мен ортасына біреуін салып жіберейін.
осылай саламыз. Получается, алдына да салып жібереміз. Шамалын қысып қоямыз. Сол кезде мынау шамалы керіледі, артқы зацептер машина ұстайтын болады. Енді достар, ең маңызды нәрсеге келдік. Ең маңызды бөлім жалпы регулировка. Жалпы көп адам терезесіне жел кірсе, сразу резинасын ауыстыру керек деп ойлайды. Ол дұрыс емес негізі. Резинаны қандай жағдайда ауыстыру керек? Егер терезеңізге бір 10-15 жыл болған болса, мысалы кем дегенде 8 жыл болған болса, резинаңыз күйреп, прям көрінеді ғой көзге, жаңа осы видеомызда бар ғой. Жоқ болып кеткен болса, ол кезде ауыстыру керек. Егер резинаңыз состояниесі нормальный болатын болса, ол жерде резинаны ауыстырудың қажеті жоқ, просто регулировка жасау керек и все. Проблема шешіледі. Жалпы регулировка жаңағы растаушканың өзі тоже дұрыс жасалмаса, бір жер тиіп атқан болуы мүмкін, дұрыс прижим болмауы мүмкін, арт ілмеуі мүмкін, жаңағы біз дополнительный тауыз тықтық қой арт жағына. Соның бәрі жалпы регулировкаға жатады. Қазір біз сіздерге түсіндіретін зимний режим, летний режим деген болады. Ол просто ашылып жабылуын шамалы, мысалы, мынау бір точка көрініп тұр ма, мына жерде точка көрінсе, ол бұл төмен или жоғары қараса, ол средний режим болады. Средний режим болса, ручкаң шамалы қатайып жабылады. Ал егер бұны, мысалы, сыртқа қарататын болсаңыз, былай, сыртқа қараса, ол летний режим болады. Егер осыны резинаға қаратын болсаңыз, зимний режим болады. Ол зимний деген сияқты қатты өзіне қатты қысып алатын болады терезе. Ручкаңыз қатты қиын жабылуы мүмкін, но бірақтан прижимі өте мықты болады. Мысалы, былай бұрай саласыздар, шестигранникпен специально. Осылай бұрасаңыз, ол зимний режим. Жалпы түсінікті болды деген ойдамын. Полностью неше сап бар мына жерде? Астында 1, 2, 3. Артында кем дегенде 2 сап бар. 1, 2. Соның бәрін бұрап шығасыздар. Сложный замокта 3 регулировка бар. Үстінен регулировка жасауға болады. Мысалы, қазір бір терезелер болады. Мысалы, мына жерден жапқан кезде мына шеттері тиіп атады. Мына ответный планкаға. Не себепті? Бұл былай қарай түсіп кеткен болу керек. Түсіп кеткен болады. Сол себепті бұны біз былай қарай жылжытуымыз ол өте оңай. Мысалы, шестигранник, мысалы, оңға қарай ашылатын болса, қараңыздар достар. Егер оңға қарай ашылатын болса, шестигранникпен мынаны өзіне тартасыздар. Былай төмен қарай бассаңыздар, ол наоборот былай қарай тартады. Мысалы, қазір осылай тұр ғой, наоборот былай тартады. Егер үстіне жіберетін болсаңыздар, ол бері қарай жібереді. Мысалы, қазір мен мынаны тартатын болсам, ол төменге қарай басам ғой, мысалы, оңға қарай болатын болса. Оңға қарай ашылатын терезе болатын болса, төмен қарай басасыздар, мынау былай қарай қайтады. Егер солға қарай болатын болса, наоборот үстіне қарай жібересіздер. Сол кезде ол былай қарама қарсы ғой жалпы. Одан кейін мына жерде астында мына створканы жоғары төмен көтеретін функция. Тоже мына сағаттың тілімен бұрасаңыздар, ол жоғары көтеріледі. Наоборот артқа қайтарсаңыздар, ол түседі. Көрдіңіздер ғой жалпы. Сағаттың тілімен бұрасаңыздар, ол жоғары көтеріледі. Одан кейін мысалы бір проблема болуы мүмкін, мысалы сложный замок ашқан кезде мына простой открывание ашылып кетеді. Асты ашылып кетіп жатқан болуы мүмкін. Ол кезде не істейміз? Мына жердегі ответный планка, получается, мына ответный планка мынаған қатты ілінбей қалуы мүмкін. Сол себепті мынаны наоборот бері қарай жібереміз, мына жақ қарай. Мысалы біздің случайымызда қазір нормально тұр. Сонда да көрсетейін, жалпы. Бұл да тоже шестигранникпен сағаттың тілімен төмен қарай бұрасаңыздар, ол наоборот ары қарай. Егер жоғары қарай көтеретін болсаңыздар, ол бері қарай жылжиды. Мысалы. Оң открывание, мысалы жоғары көтеретін болсаңыздар, мысалы төмен қарай басасыз, өзі наоборот былай қарай жылжиды. Мынаның функциясы былай-былай, мынаның функциясы жоғары төмен, ананың функциясы тоже былай-былай жылжытудың функциясы. 3 функциясы бар. Қатты қиын емес. Қазір бізде мына жерде ответный планкаға тиіп тұр қазір. Мысалы ответный планканы. И сосын мына жерде ответный планка деген нәрсе болу керек. Мысалы мынандай 1, 2 бәрі түгел ме, түгел емес пе, соны қарайсыздар. Түгел болса болды. Егер жоқ болатын болса, осындай нәрсе қою керек. Ответный планка қатты қымбат емес. Жалпы бір штука 50 теңге ме тұрады. Оның меткісін жаңа көрсеттім, жалпы минимально қалай өлшеуге болады. Жалпы мына ответный планканың меткалары болады өзі. Мысалы бұны қатты жақындатып жіберсең, ручкаң қатты жабылып қалуы мүмкін, но прижим мықты болады. Қатты алсақ кетсе, жеңіл ашылып жабылады, но бірақтан жел жіберіп қою мүмкін. Сол себепті средний режимге қою керек. Мысалы мына зазор, вот керемет зазор. Мысалы мынау әдемі зазор. Мысалы терезеңізден жел кірмейді, и ручкаң средний жабылады. Егер мынандай зазор болатын болса, қараңыз, ара қашықтығы тым алыс. Ол жабылған кезде тек ұшын ғана іледі. Ол кезде прижим болмайды.
естественно жел кіріп кетеді мысалы. Оны жылжыту қиын емес. Мына шұрыбын шешіп тастап шамалы төменге қарай түсіресіз, меткаға қойып аласыз. Мына жерден метка қойып жұмыс жасасаңыздар болады. Мысалы мынандай зазор, мысалы қазір мынау тиіп тұр ғой қазір, бұл өте қиын. Бұны шамалы жоғары көтеру керек қазір случайда. Не себепті біз растағыш жасаған кезде жоғары көтеріп кетті. Сол себепті бұны қазір шамалы жоғары көтеретін боламыз. Еще оның үстіне тиіп жатыр, оның үстіне ручканы жаққан кезде жабылу өте қиын болып қалады. Сол себепті бүкіл ответный планканы осы мен жаңағы көрсеткен зазор бар емес пе? Осы зазорда бәрін дұрыстап шығарасыздар. 1, 2 артының бәрін солай, мысалы. Артының бәрін солай меткасын дұрыстап шығасыздар. Сол кезде регулировкасы мықты болады. Мысалы, терезе өзіне қатты қысып алып, жақсы жұмыс жасайтын болады. Регулировка жалпы осы, достар. Қазір жидкий пласт жағатын боламын, соны көрсетемін. Бізбен бірге болыңыздар. Подоконниктің астына специально осындай жидкий пласт деген болады. ПВХ. Жалпы клей для ПВХ деп жазылып қалады. Осындай қолдансаңыздар болады. Болмаса обычный там силикон, герметик қолдансаңыздар болады. Бұл просто жақсы тез қатып қалады, сол себептен осыны қолданамыз, специальный пластик. Оның басын 45 градуспен қырқып аласыздар, чтобы жаққанға ыңғайлы болу үшін. Осымен достар, біздің бүгінгі түсіріліміміз бітті жалпы. Бүкіл терезенің утеплениесін жасадық полностью. Подоконниктің астына жидкісімізді қойдық, резинамызды ауыстырдық бүкіл жерде, регулировкасын дұрыстадық деген сияқты. Сіздерге бір пайдалы видео болды деп ойлаймын, достар. Егер қолданыңыздар, сұрақтарыңыз болатын болса, комментарияға жазыңыздар, каналымызға жазылыңыздар. Қазақша контентті қолдайық, достар. Одан кейін айта кететін жайт, жалпы мынандай пенорезина деген нәрсе болады. Егер сіздің терезеңізден все-таки резинасын ауыстырдыңыз, сонда да жел ұруы мүмкін. Мысалы, деформация дейді, мысалы, іші садақ болып қалуы мүмкін, мысалы, мына жағы ісіп кетуі мүмкін, үсті асты тиюі мүмкін. Ондай жағдайда пенорезина қоясыз, болмаса мынаны майысқан створканы дұрыстау жөнінде алдағы уақытта видео түсіретін боламыз. Сол видеоны көріп жасасаңыз болады. Бұл өте оңай, жабыстыру. Лентасын аласыздар, мына жерге получается осылай жабысады пенорезина. И бұл дополнительный резинаның үстінен резина жабысады ғой, достар. Жалпы осы. Назарларыңызға рахмет.